Баршаға сәлем. Мен сіздерге бүгін ақша ырымдары туралы айтатын боламын. Рас, ақшаны шақырсаңыз келеді. Тек қай күні не істеу керектігін білсеңіз болғаны. Ақшаның шын мәнінде қуат екенін білесіз бе? Бірі білсе, бірі біле бермейді. Өмірімізде қуат қаншалықты көп болса, ақша соғұрлым көбірек түседі. Халық арасында ақша ақшаны тартады деген ұғым бар. Сол сияқты бойда қуат болмаса, қолға ақша түспей берекесі кетеді. Айтулы мақалды өмірімізге табыс әкеліп, бойдағы қуатты арттырып, ақша шақыратын ырымдар тізбегін тізіп шығайық. Тек қай күні не істеу керектігін білсеңіз болғаны. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Дүйсенбі. Егер дүйсенбі күні 13 деген санға сәйкес келсе, сағат 13:13-де дастархан басында отырып, 13 тиынды есептеп, оны 1 сағаттың ішінде жұмсап жіберіңіз. Сейсенбі. Егер ескі дақ түскен тиынды тауып алсаңыз, оны амияныңызға салып қойыңыз. Оның жанында тұрған ақша ірі болған сайын, табысыңыз сол құрлым көбірек болады. Сәрсенбі. 50 теңгені ұсақтап, кедей ер адамдарға таратып шығыңыз. Осылайша сіз өміріңізден жағымсыз сәттер мен кедейлікті алыстата аласыз. Бейсенбі. Үйден шықпас бұрын ақшаны бүктеп, алақаныңыздың арасына салып, екі қастың арасына жақындатыңыз. Ақшадан өзіңізге дәулет пен сәттіліктің келуін сұраңыз. Жұма. Ақша өзін бағаламайтын, ұқыпсыз адамдарды ұнатпайды. Сол себепті үйіңізде, киіміңізде тесіктің, жыртықтың болмауын қадағалаңыз. Сондай-ақ амияныңызға үнемі тиын салып жүріңіз. Тиын тиынды тартады, ал ақша есе ақшаны тартады. Сенбі. Қапқа бұршақ немесе тиын салып, ас бөлмеңіздегі ешкімнің көзі түспейтін жерге салып қойыңыз. Осыдан кейін үйіңізге ақша өздігімен кіре бастайды. Тіпті күтпеген жерден олжалы болуыңыз да мүмкін. Жексенбі. Тәрелкені алып, оған тұз себіңіз. Содан кейін тұзбен бірге қайғы да, кедейлік те кетсін деп бірнеше рет қайталаңыз. Амиянды тұздың үстіне қойып, таңертең сөмкеңізге салып қойыңыз. 7 күнге арналып жазылған ақша шақыратын ырымдар байлыққа жетелейді. Соны ұмытпаңыз. Десе де бұл үйде отырып ақша шақыратын ырымдарды орындап байып кетемін деген сөз емес. Байлыққа жету үшін алдымен жұмыс істеп, әрекет ету керектігінде жадыңызда ұстағаныңыз жөн. Ырымдар мен сенімдер тек жетістікке жету құралдардың бірі болар. Менің пайдалы ақпараттарым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.